Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен ертегі білемін». Қане, сендер қандай ертегі білесіңдер, естеріңе түсіріп көріңдерші. Жарайсыңдар балалар. Біз өткен сабақта сендермен қасқыр мен түлкі, бауырсақ ертегілері туралы айттық, я? Қазір мен сендерге ертегі жіберемін, соны тыңдаңдар. Балалар, ертегіні мұқият тыңдайық. Бір күні орманда кірпі, қоян және керік келе жатады. Олар ағаштардың арасынан бір нәрсенің жылтырағанын көріп, қарамақшы болып барады. Кірпі бірінші болып қарап, «Мынау кім?» Өзінің үсті басы тікенек, бойы да, құлақтары да кіп-кішкентай, мұрны үп-үшкір екен дейді. Екінші болып қоян келеді. «Жоға, қарасаңшы, оның құлақтары ұп-ұзын, өзі үлпілдеген, көздері қызыл, мойны да қысқа ғой» дейді. Ең соңғы болып керік келеді. Ол қарап, қайдағы мойны қысқа? Мойны да, бойы да ұзын, құлақтары кішкентай ғой деген екен. Балалар, ертегіде не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар, айна туралы айтылған екен. Балалар, жануарлар өздерінің бойын, өздерінің түрін айнадан көрген екен, я? Ертегіде қандай кейіпкерлер бар? Қане бәріміз бірге атайықшы? Кірпі, қоян және керік. Балалар, ертегіні көріп болсаңдар, ары қарай бірінші тапсырманы орындаймыз. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Әже, мен ертегі білемін. Қандай ертегі? Қане балалар, жаңа қандай ертегі көрдіңдер? Айтып беріңдерші. Балалар, келесі тапсырма. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Бірінші сурет не дейді? Бірінші сурет қоян, бұл мен дейді. Екінші сурет керік, бұл мен дейді. Үшінші суретте піл, бұл мен дейді. Қане қайталаймыз. Қоян, заяц. Керік, жираф. Піл, слон. Балалар, егер кітаптарың болса, мына суреттерді бастырып шығамыз. Ал егер кітап жоқ болса, өздерің қоянның, немесе керіктің, немесе пілдің суретін саламыз. Суретті салып, маған жолдауды ұмытпаңдар. Балалар, тек қазақ тіліне ғана тән дыбыстарды қайталаймыз. Қане мен айтамын, сендер қайталайсыңдар. Ә дауысты дыбыс. Ө дауысты дыбыс. Дауысты дыбыс. Ө дауысты дыбыс. О дауысты дыбыс. Ғ бізде балалар дауыссыз дыбыс. Қ дауыссыз дыбыс. Ң дауыссыз дыбыс. Х дауыссыз дыбыс. Балалар, дауысты дыбыс дегеніміз гласные звуки, ал дауыссыз дыбыс согласные звуки. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.